Ағаларымыз насыл болдым. Енді түсінікті, менен алдын бұдан 30-40 жыл бұрын аға көкелер де бұндайды айтқан, апайлар да, әпкелер де айтқан бұндай нәрселерді. Енді біздің айтуымызға да келіп қапты. Менен кейін сіңлі ары қарай ұрпағымызды айтып кетеді деп ойлаймын. Біз мың өліп мың тірілген ұлтпыз. Бізді жау алмайды. Қашан біз өз ұлттық діңгегімізді бұзбай жоғалмайынша. Ұлттық діңгек ол ана тіл, шежіре-зан, тәңірдің салт дәстүр және осы асыл мұрамыз, біздің туған жеріміз. Осы бесеуінен біз айырылсақ, қазақ жоқ. Қазірше 7-8 миллион қазақ әйтеуір бір күнін көріп отыр. Мен радикал болып, қолға қару алып, қазір Кремльге, Қытайға қарсы, болмаса масондарға, Америка, еврейлерге қарсы соғысайық деп шақырып жатқан жоқпын. Бұл жерде біздің ата-бабамыздың керемет ұстанған жолы бар. Соны ұсынып отырмын. Үйіңізде ұрпағыңызға мейлі қандай заман болсын, ертең күні НЛО келе ма, ертең күні ұшаққа ұшып Юпитерге ұшамыз ба, ертең күні қандай замандар болмасын, біз қазақты, сол ата-бабадан келе жатқан бірақ нәрсе бізді аман сақтап қалады. Ол біздің халық ауыз әдебиетіміз. Ол біздің дастандарымыз, жырларымыз, ол біздің бесік жырларымыз, ол біздің бүкіл лиро-эпостық жырларымыз, ол біздің мақал-мәтелдеріміз. Бүкіл қазақ тілі әдебиетінің, бүкіл халық ауыз әдебиеті бар, кәдімгі дастандар, жырлар. Соны балаларыңызға құйып, шежіре болсын, ертектер болсын, аңыздар болсын, соны айтып, жоқ болса, сатып алуға тиындарыңыз болмаса, Құдайға шүкір, YouTube бар. YouTube'да толып жатыр, авторларға үлкен алғыс білдіремін, айтылып, көрсетіліп жатыр. Небір батырлар жыры, небір тыңдағыңыз келмесе де балаларыңызға ең болмаса 5-10 минуттан соны үлгі өнеге етіп, көрсетіп, дәріптеңіздер. Біз сумен аман қаламыз, сумен сақталып қаламыз.